Ертең сәрсенбінің сәтінде Елордада әлемдік және дәстүрлі дін лидерлерінің съезі, Сенат төрағасы, съездің хатшылығы, Сенат төрағасы Мәулен Әшімбаевтың төрағалығымен өтеді. Қазірдің өзінде бүгін жұмыс тобы отырды. Оған осы хатшылық отырысына әлемнің 21 елінен 30-дан астам делегация келді. Осында не қаралды, не мәселелер көтерілді? Қазіргі күннің өзінде дін мәселесі алдыға шығып отыр, кейінгі 2-3 күнде тіпте жалаулатып тұр. Осы мәселелерді біз бүгінгі мақсатта талқылайтын боламыз. Қадірлі көрермен, кеш жарық қазір студия қонақтарымен таныстырайын сіздерді. Жалғас Сандыбаев теолог, Ержан Нүкежанов мәдениет және ақпарат министрлігі дін істеріне жауапты комитет төрағасы, Салтанат Әлімқұлова конфессияаралық және өркениетаралық диалогты дамыту жөніндегі орталықтың бас сарапшысы, Қазбек Майгелдиев саясат танушы. Сіздерге бір ортақ сұрақ. Құдай жалғыз, аспанда бір, жерде ортақ дейміз. Адамгершілік пен бейбітшілік тілі баршамыз ортақ. Неге әлемнің халқы осы бейбітшілік пен адамгершілік тілінде сөйлемейді? Кім бастайды? Сіз бастаңыз енді. Жақсы, мен бастап кетейін. Теолог. Мынау жақында ғана Біріккен ұлттар ұйымындағы президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлының Құранға қатысты немесе батыстағы вандализмге қатысты қалай десек енді назар аударуының өзі үлкен бір мұрындық болды дейік мына нәрсеге. Яғни алуан түрлілік арқылы бірлік. Бүгінде мәселен қарасаңыз, сенімсіз адам жоқ деп кез келген кісінің өзінің сенімі болады. Алайда оны түсіну, түсіндіре білу басқа дүние. Мынау Әл-Фарабидің Тахсил ас-Саада, бақытқа жету, о достижении счастья деген шығармасы бар трактаты. Сол жерде ол кісі Әл-инсан яхтаж иля муаллим яршудуху иля саада. Адам баласы бақытқа жетелейтін ұстазға мұқтаж дейді. Сіз бірден қазақшалап сөйлей беріңіз енді. Халыққа түсінікті болу үшін. Енді аудармасын айтып жатырмын ғой. Кезінде Құранды қазақшаға аудардық қой, сондықтан қазақша айта беріңіз. Аудармасында енді біздер маман болғаннан кейін негізінде мүмкін болса мәтінді беріп, кейін түсіндірме берсек. Сонымен айтайын дегенім рас, бүгінде мынау әлемдік діндер көшбасшыларының саммиті біздің Қазақстанда 7-ші мәрте өтті. Қарасаңыз, мынау халықты, жалпы әлемдегі дін көшбасшыларын бір ортаға жинау дүниесі әлі де дәстүрлі жалғасып келе жатыр. Яғни оларға да адамзатқа дін ортақ құндылық. Бәлкім қазірде күш зұлымдықтан шегініп, адамгершілік құндылықтарға назар аудару керек шығар деген ортақ мәселедегі саммиттің рөлі зор. Дұрыс айтасыз. Салтанат Әлімқұлова, сіз енді осыны зерттеп жүрсіз, орталықтың ашылғанына біраз жыл болды. Қандай нәтижелер бар? Мысалы, Қазақстанда өтіп жатқан, қалай десек болса да, 7-ші съезге әлемнің Біріккен ұлттар ұйымы, Еуропалық қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы, дүние жүзінде қандай бір берекелі ұйым болса, бәрі келді. Дүние жүзінде қандай дін өкілдері болса, барлығы келді. Тіпті біз ашық айтайық, осы жерде алғаш рет және иудейдің дін өкілі мен мұсылман дін өкілі осы Астанада бірінші рет қол алысып, бір дастарханда отырып, бірге тамақ ішті. Бұндай оқиға әлемде бұрын болмаған еді ғой. Не зерттеп жатырсыздар? Айта кету керек, бұл жерде тек қана дін басшылары, дін лидерлері ғана емес, ерекшелігі айтайын деп отқаным бұл съездің. Бұл жерде халықаралық қауымдастықтың өкілдері де келеді. Сондай-ақ мемлекет қайраткерлері, мемлекет басшылары да келіп қатысады. Демек, бұл алаң бір діни бірлестіктердің лидерлері жиналып, өздерімен өздері әңгіме айтып кетіп қалатын алаң емес. Сол жерде билік басындағы да халықаралық ұйымдардың жаңағы зерттеушілері де келіп, ортақ мәлімелерге келетін ерекше сондай бір алаң болып бүгіндікке үлгерді. Және де жаңа сіз айтып жатсыз, 7-ші съез не берді бізге деп, айтатын болсақ, былтыр бізде аккредитациядан өтіп келіп, осы тақырыпты таратқан журналистер, шетелдік журналистерді алатын болсақ, отандықты қоспағанда 188 журналист осы жақта хабар таратты.
айтатын болсақ, Евроньюз, BBC, CNN, Аль Бүкіл Жазира әлемнің сынды ақпарат құралдары бүкіл ғой енді. әлемдік ақпарат құралдары бүкіл әлемге таратты. Біздің елімізді, астанамызды, мұндағы көтеріп атқан бүкіл адамзатқа ортақ құндылықтар, бейбіт қатар өмір сүру, діндер арасындағы диалог сынды бір сол тақырыптарды біз мүдделі екенімізді және біз бейбіт сүйгіш ел екенімізді бүкіл әлемге паш етуге мұрындық болды. Зерттеп жүрсіз, осындай мысалға бүкіл әлем дін өкілдерін жинаған біз Қазақстаннан басқа ел бар ма? Әрине бар, бірақ айтып отырмын ғой, Дәл ерекшелігін осындай айттым ғой. тұрақты түрде. Өйткені кейбір алаңдар бар, осы жақында ғана шетелде осы 7-ші съездің қорытындыларын ілгерілету бойынша бірнеше жиындар өтті. Айта кететін болсақ, Үндістан, Пәкістан, Түркия, Израиль елдерінде осы тақырыпты ары қарай ілгерілету Астананың діни филиалдары секілді ғой, өкілдіктері жоқ, секілді. олар осы көтерілген мәселелерді әрі қарай әлемдік Жалғастырып жатыр ғой енді, оқып әлемдік жатыр, қауымдастыққа зерттеп тарату жатыр. керек. Бұл өте маңызды. Тарату керек деп өздерінің алаңдарын ұсынып, сондай бір дөңгелек үстелдер ұйымдастырып беріп отыр. Демек, әлемнің қауымдастықтың қызығушылығы өте мол бұл жиынға. Қазбек мырза, енді экономикада, әдебиетте, әсіресе дінде саясатқа қатысты ғой. Онсыз ешқайда кете алмаймыз. Әрине. Осы съездердің саяси мазмұны, мағынасы қандай деп ойлайсыз? Жаңа алғашқы сұрақтарыңыздың жалғасы ретінде болсын, ғасырлар бойы, енді өкінішке орай, тарихтан да білеміз, дін соғыс ашудың бір құралы ретінде қабылданып келді. Мысалы, крест жорықтары болсын, Осман империясының жаңағы кеңеюі, басқа да. Ал қазіргі таңда діннің саяси құралы ретінде айналуыны соңғы кездегі әсіресе ыстық ошақтар дейміз ғой, соғыс ошақтарының ашылуынан көріп отырмыз. Өйткені діннің өзінің негізгі теолог мырзамызда айтып кеткендей мейірімділік бастысы. Ол жерде зорлық-зомбылыққа қарсы деген бар. Негізгі саясаты бұл адамзатқа тек қана осындай мейірімділік жаңағы құндылықтарын тарату. Бірақ соңғы уақыттағы, әсіресе таяу шығыстағы саяси аренаға айналып отырған көріп отырсақ, Сирия болды, Ливан болды, қазір мысалы Израиль мен Палестина. Ол жерде діннің өзі емес, діннің радикалдандыруынан көріп отырмыз. Яғни бұл не деген сөз? Мен жаңа сіздің саясаттың астарын айтатын болсам, бізде мысалы дін комитеті бар, жалпы біз зайырлы мемлекетпіз. Біз зайырлы мемлекеттің негізгі құндылықтарын ұстай отырып, бастысы қазіргі мысалы ол тек қана Қазақстан үшін емес, Өзбекстанды қараңыз, Қырғызстанды қараңыз, барлық жерде діннің радикалдандыруынан сақтайтын немесе соған қарсы әрекеттер жасалынып жатыр. Бұл не деген сөз? Менің ойымша, бұл бірінші кезекте діни сауатты ашуға басты назар аудару керек сияқты. Өйткені бізде құқықтық сауат дейді, саяси сауат деп айтып жатады, бірақ діни сауат не үшін қажет? Оң мен солын ажырату үшін керек. Ол туралы мысалы президент айтып кетті, қысқа ғана тезис, дінге кез келген адам, ол сенім арқылы келеді ғой, толыққанды, яғни бой жеткен бозбала саналы түрде келсе, ол дұрыс таңдау болсын. Бізде бірақ өкінішке орай дінді сол кейбір топтар, мен айтпай-ақ қойын, ол әртүрлі жаңағы әсер етуші топтар болуы мүмкін. Әлеуметтік желілерді қазір қарап отырмыз, жаңағы діни киім-кешекке байланысты қаншама қоғамды ірікке салатын, қоғамдық бірлікті бұзатын әрекеттер жүріп жатыр. Неге? Өйткені ол жерде көбінесе жетіспейтіндігі мен үшін саясаттанушы ретінде, жалпы әлеуметтік желінің қолданушы ретінде қарайтын болсам, бізге осы діни жаңағы зайырлы мемлекеттің принциптерін бұзбай-ақ, бірақ діни сауатты ашатын қандай да бір кеңірек дәріптеуші бір материалдар керек сияқты. Осының Ереке, сіз жауаптысыз ғой, осын толықтырып бір қорытындылап жасаңыз осы бір алғашқы әңгімемізде. Алдыңғы сөзді жалғап жерсем, негізгі былтыр 7-ші съезде декларация қабылданған болатын, 35 пункттан тұрады. Сол 35 пунктта қатысқан дін басшылары өзінің көзқарасын білдірген әртүрлі мәселелерге. Сол жерде шегелеп айтқан пункттар бар. Оның бірі, мысалы, экстремизм, лаңкестікке діннің ешқандай қатысы жоқ, және ондай болмау қажет деген. Сонымен қатар, сол декларацияда ғылым, техника, медицинаның мүмкіндіктерін кеңінен пайдалану, тіпті цифровизация мәселесі, отбасы мәселесі, осының барлығы көтерілген болатын, және бір ауыздан осы декларация қабылданған болатын. Бұл жерде біз нені көреміз? Яғни, біздің елімізде, Астана қаласында осы біздің өмірімізге жалпы қажетті мынандай алмағайып кезеңде диалогтық алаң қалыптасты. Биыл секретариат ол
жұмыс органы ретінде сол съездің. Бұл жерде де біраз мәселелер талқыланады. Оны егер уақыт болса кеңінен тағы тарқатып айтарым. Соның біреуі мына декларация қабылданғаннан кейін, яғни съез өткеннен кейін қандай мүмкіндіктерге қол жеткіздік, ары қарай қалай жылжимыз. Келесі съезде не мәселе қараймыз? Келесі съез болғанда, келесі съездің алдында да секретариат өтеді. Съезге әлі уақыт бар ғой. Сол себепті келесі секретариат қашан өтеді, қандай форматта өтеді, қандай мәселелер қарастырылады деген сияқты дүниелер талқыланады. Бүгін сол секретариаттың жұмыс тобы өтті. Ол жерде де біраз келелі мәселелер қаралды. Тіпті мына 2033 жылға дейін осы съездің ары қарай даму тұжырымдамасы мәселесі қаралды. Ертең секретариатта осы мәселе қаралады, және де осы мәселе бойынша бір келісімге келеді деген үміттеміз. Дұрыс айтасыз. Енді мынау бүгінде зорлық пен жауыздық көп ретте дінді жамылып жасалынып жатады ғой. Сосын дін, жаңа сіз айтқанда радикалды деп, осы жерде Абай атамыздың ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек деген сөзі келеді. Осы бір дін, осы Абай атамыздың осы сөздермен жүрсе, ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек. Ешқандай бір кереғарлық болмас еді, қалай ойлайсыз? Дұрыс айтасыз. Мен мысалы қазір Біз енді ана араб оқымыстылар басқаға жүгіне бергеннен кейін жанымыздағы өзіміздің абайымызға жүгінсек қалай? Абай атамыз демекші, мінекей Абай атамыздың сөзі бар. Иман тақлиди болады, иман хақиқи болады дейді. Ақиқат иман және тақлиди иман. Бұл жердегі рас ақылмен келетін иманның орны басқа. Ал енді хақиқиға келетін болсақ, қазіргі мысалы еуропалықтар 20-50-дің өзінде қазір иманға қатысты, исламға бет бұрғандар, имандылар көптеу болады деп жатыр. Яғни міндетті түрде сауаттандыру, профилактика ол керек дүние екендігі ақиқат. Ал кейін Абай атамыз сияқты біздің ағартушыларымызды өткенде мен Ахмет Байтұрсынын көрдім. Ол кісінің оқыған шығармаларын қарап отырсам, біздегі тереңдетілген филологтар бар. Ол жерде жаңағы араб тілінде айтады, синтаксис, морфология, грамматика деген сияқты. Сол пәндерге шейін оқыған. Яғни оны екінің бір оқи бермейді. Адам сауатты болған уақытта ғана парсыдан мәдениетінен алар, арабтың мәдениетін алар дегенмен қазақиландырып, жалпы исламның ерекшелігі де мамандардың айтуында келген халыққа келіп, сіңіп, сол жергілікті халықтың пішінімен шығады. Қазақстанда тақиямен шығады, Өзбекстанда топкымен шығады дегенде. Өте дұрыс. Осы мәселе керек бізге, көрдіңіз бе? Яғни діннің ұлттық бірегейлікке ешқандай қарама-қайшылығы жоқ. Ол керісінше сол жердің, сол азаматтардың, сол халықтың жаңағы байлығына ұштастыру арқылы шығатын элемент ретінде көрсету керек. Бізде соны әрине, бізде қазір тіпті байқасаңыздар, осы ұлттық біздің бірегейлік дейміз, ұлттық салт дәстүріміз, ұлттық жаңағы нақыштарымызды дінге қарама-қайшы қою әрекеттері де көбейіп жатыр. Міне осы тұста мынандай жаңағы түсіндірмелі жұмыстар болса, өте тамаша болады. Мемлекет басшысының бір цитатасын тыңдайық. Режиссерларымыз дайын болса қазір эфирге қойсын. 7-ші съезде айтқан сөзі. Бұған дейінгі форумдарда қабылданған декларацияларда қандай идеялардың атын жамылғанына қарамастан, радикализм, зорлық-зомбылық пен қақтығыстар әрдайым сынға алынды. Қазіргі күрделі жағдайда діни көшбасшыларының бір үстел басына отырып, кез келген қайшылықты еңсеретін ізгі амалдың үлгісін күллі әлемге көрсетуі аса маңызды. Міне, қадірлі спикерлер көріп отырсыздар. 7 съез өтті, мысалға. Қалай болғанда да ол өзін-өзі ақтап жатыр. Мен айтып отырғандай, біріккен ұлттар ұйымынан болсын, бас хатшысы да келді, Рим папасы да келді, бүкіл мұсылман әлеміндегі қандай айтулы, азулы философтар барлығы келді осы жерге. Басқа дін өкілдері де, барлығы қазақ жері өркениет жері, қазақ жерінен осы бейбітшілік, жақсылық, жасампаздық шығып жатыр деп. Солай емес пе? Дәл осы. Сәке, сіздер қанша том кітап шығардыңыздар, қалай соны зерттеп жатырсыздар? Қазіргі тарихқа да қарасақ, жалпы өздері оқшауланған мемлекет, ел озғаны жоқ, шыны керек. Ал енді біз Қазақстан әлемдік қауымдастықтың бір бөлігі ретінде, біз әрине әлемдік қауымдастыққа ортақ құндылықтарға біз өз үлесімізді қосу керекпіз. Және де біздің орналасқан геосаяси тұрақтаған жерімізді алатын болсақ, ол да өзінің бір осы біздің аймаққа, Орта Азия аймағына өзінің бір үлесін, жақсы үлесін тигізіп отыр бүгін таңда. Сондай бір алаң болғаны
негізі психологиялық тұрғыдан қарайтын болсақ, мысалы кішкентай баланы алатын болсақ, ол дүниені танымын үлкен жаңағы ересек азаматтардың жүріс тұрысынан қабылдайды. Ол табиғи процесс. Яғни жүріс тұрыс модель дейді, модель поведения. Тура осы сияқты мына съездің қазір әлем үшін осындай модель поведения болуға толыққанды барлық мүмкіндігі бар. Тек ең бастысы бұл жерде мәселе қандай? Кез келген шиеленіс, кез келген текетірес, кез келген соғыс жағдайындағы болған кезде оның барлығын үстел басында шешуге болады, және оны жай ғана азаматтар көрсетіп отырған жоқ қой. Мысалы қазір әлемнің 80-90% діни қандай да бір сені бар азаматтар. Олар үшін мысалы қасиетті кітаптар, Құран болсын, Інжіл болсын, Тора болсын, мұның барлығы олар үшін маңызды. Енді сол діндердің көшбасшылары келіп, өзара өзіңіз айтқандай иудей діні болсын, жаңағы ислам діні, христиан діні бір-бірімен жаңағы құшақтасып, бір-біріне мейірімділік көрсетіп, және кез келген мәселені жаңағы келіссөз арқылы шешетінін көрсету, осы басқа елдер үшін де маңызды бір жаңағы сигнал болу керек. Және Қазақстан ол тек қана съезд арқылы ғана емес. Мысалы естеріңізде болса, Иран жағдайы бойынша, Иран жаңағы атомы бойынша, немесе Сириядағы қаншама кездесулер Алматы қаласында өтті. Диалог алаңы арқылы бір өзінің үлесін қосты. Яғни бұл дегеніміз біз жаңағы кез келген ол елдер сенім білдірген соң келіп отыр. Осы дін съездерінің де әсері ғой енді. Қалай болғанда да олар өздерінің мүфтияттарымен келіседі ғой. Қазіргі мысалы болып жатқан түрлі текетірестермен қарама-қайшы әртүрлі Израиль мен Палестина алатын болсақ та, олар үшін де жаңағыдай жаңа бір жаңалық емес қой, тек қана көрсету керек. Міне бізде ертең мысалы жұмыс органы айтып отыр ғой, әлемдік жаңағы бұқаралық ақпарат құралдары келді деп. Бұқаралық ақпарат құралдары тағы да таратайық, тағы да еске салайық, тағы да жаңағы бітімгершілікке шақырайық. Әрине, ол кез келген соғыстың зардабын шегетін қарапайым халық қарап отырсаңыздар. Сондықтан осы тұрғыдан алған кезде осы діни жаңағы дін көшбасшыларының кездесуінің маңыздылығын осы тұрғыдан дәріптесе, онда бұл жаңағы әлемдік халықаралық керек десеңіз қауіпсіздікке біздің қосқан бір үлесіміз болар еді. Бір жағынан мына әлемдік және дәстүрлі съездің мысалы ұраны өркениеттілік үндестігі ғой енді. Біз әр дін өзі жеке өркениет. Қазақстан сол әр дінге үлкен құрметпен қарай отырып, Астанада бәрін басын біріктіріп, сенді айт, біз ортақ шешімге келейік дейді. Солай ғой енді. Сіздер енді соны біздің елдегі әртүрлі дін бағытында жүргендерге жақсы жүзеге асып отыр. Осы үлгіні қалай енді өнегені жоғарғы әлемге шығаруға? Әртүрлі сұхбат алаңдары бар, әртүрлі дін өкілдері, яғни ол облыстарда болсын, біздің Астана қаламызда болсын, өзара енді көріп жүрсіздер ғой, күнделікті өмірде бір-бірімен жақсы сұхбаттасып, өте бір сондай сәтті конфессияаралық бірлікті көрсете білді. Бұл бізге келген қонақтарымызда осыны жиі айтады, яғни осы Қазақстанның конфессияаралық бірлігі, яғни біз зайырлы мемлекет бола тұра, бізде дін бостандығы бар, түрлі дін өкілдерінің бірлігі бар. Дегенмен, осының барлығын қосқанның өзінде радикализмға біздің заң жүзінде біздің мемлекетте жол берілмейді. Яғни егерде сол жаққа тартатын болса, ол заң жүзінде шектеледі. Ол жұмыста жүргізілуі тиіс. Журналистикада жүргенімізге 30 жылдан асты, осы жылдардың аралығында Қазақстанда әрқашанда бір ұлттар төбелесіп қалса, енді өмір болған соң жанжал болып тұрады ғой. Міндетті түрде дінді тыққысы келетіндер болады. Сырт ел бар, бізге енді қай ел алып үлкен ел жақсы өмір сүрсін дейді. Мінде бір соғыс болып кетсе, дінді араластырғысы келеді, бірақ жаңағы осы қазақтың толеранттығы ма, әлі басқа ма, кез келген жанжалда ақсақалдар жиналып, дін өкілдері жиналып, мысалы сіздердің комитетінде жақсы жұмысы болар. Бір тоқтамға келгенде де көп ұзамай, бір 1-2 сағатта барлық мәселені тиянақты шешеді. Осын қандай бір сәттілігін сіз мысалға басқа теологтармен сөйлескенде айтасыз ба? Мысалы сіздің басқа ұлт өкілдері, басқа діннен де әріптестеріңіз бар ғой? Бұл жерде әрине Қазақстанды жалпы әлемдік сахнада мұсылман мемлекет деп таниды. Бұқаралық ақпарат құралдарында 70%, 70-тен үстем дейді мұсылман дейді. Ол практик болмасын дегенмен өзін мұсылманға жатқызады. Айтайын дегенім, біздің жалпы дәстүріміз, салтымыз барлығы исламдағы негізгі құндылықтармен ұштасып сабақтасады. Кісі ақыңыз, көрші ақыңыз, үлкенге құрмет, кішіге ізет деген сияқтысын тағы басқа. Яғни бізде поликонфессионалды мемлекет болғаннан кейін бұл жерде де әрине исламның рөлі жоғары.
жаңа мен Әл-Фарабидің сөзін тегін келтіргенім жоқ. Әрбір кісі адамды бақытқа жетелейтін ұстаз керек деп. Яғни біздің алаң Қазақстан сол бүкіл діндерге мінекей келіңіздер, дастархан басына отырыңыздар деп бір ұстаз болатындай бағыт бағдар беретіндей қазіргі бір бағыт ұстанды. Осы бағытты сіз теологсыз ғой, мына PhD докторлығын қорғап, кандидаттығын қорғап насихаттап жүрген өз ғалымдарымыз бар ма, шетелдік ғалымдар бар ма? Негізі толықтырып кетсем, жалпы ғалымдар бізде жеткілікті. Яғни 90-шы жылдары, 2000 жылдардың басында бір мәселелер болған. Өйткені білесіздер, кеңестік кезеңнен кейін тәуелсіз кезеңге өткен кезде ғалымдар жетіспей сондай мәселелер болған. Қазіргі кезде енді егер ислам бағыты жөнінде айтатын болсақ, Нұр Мубарак университеті бар. Тіпті қазір олар өздерінің магистрант, докторанттарын, яғни PhD докторларын дайындап жатыр. Одан мықты ислам тарихы бойынша, жалпы араб тілі бойынша мықты мамандар бар бізде. Мемлекеттік университеттер дайындамай ма? Мемлекеттік университеттерді толықтырып кететін бізде 7 университет бар. Бұл жерде мынаны айырып алуымыз керек. Мемлекеттік университеттерде бізде мына зайырлық тұрғысынан, яғни ғалым мамандарды, дінтанушы мамандарды дайындайды. Ол осы Астана қаласындағы тіпті мына Евразия университетінде бар. Онымен біз шектелмей, мысалы, биыл магистратурада олар дін психологиясы деген пәнді ашты. Яғни ол ары қарай жылжу байқалады. Ол тек қана Евразияда емес, сонымен қатар мына Яссауи университетінде де ашылып жатыр. Яғни бұл алға ілгері. Кез келген мәселені біз ғылыми сараптамадан өткізе білуіміз керек. Одан кейін тек қана ол дін өкілдері емес, сонымен қатар дін танушылар, ислам танушылар, теологтар осы жан-жақты сараптау қажет. Сонымен қатар бұл жерде жаңағы мәдениет танушылар, тарихшылар, психологтар да өз үлесін енгізу керек. Өйткені егер тарихтан қарасаңыз, біздің ұлы даламызда тарихи жібек жолы өткеннен кейін оған дейін де әртүрлі діндердің ошақтары болған. Өздеріңіз білесіздер. Қазірде бар ғой. Көне Тараздан мысалы буддистердің орталықтары табылып жатыр. Сонымен қатар енді ол ислам дінін айтпағанда басқа дін өкілдері де болған. Яғни біздің ұлы дала арқылы Моңғол мемлекетіне түрлі жаһангерлер өткен. Ол кезде де біраз мәселелер болған. Сол себепті бұны заңды түрде бір өркениетке алып баратын, бірақ та ой елегінен өткізетін мәселе ретінде бөлетін емес, бірлестіруші мәселе ретінде қарау керек та. Және де оны біз айта білуіміз, дұрыс жеткізуіміз керек. Бұл жерде мәселе көп, радикализм, басқа мәселе неден туындайды? Ол негізі білімді дұрыс жеткізбегендіктен, немесе білімнің таяздығынан. Одан басқа да мәселелер бар, әлеуметтік, мәдени, басқа мәселелерде. Бірақ та соның барлығын біз үйлестіре білуіміз қажет. Комитет төрағасы ретінде жақсы жұмыс атқарған. Мен ойымша бар ғой, Мәке, мына жерде жақсы не келтірді. Мен өмірдегі бір пікірді келтірейін. Кез келген дін, біз дінді оқыған кезде, немесе дінді дәріптеген кезде, немесе дін туралы сауатты ашқан кезде, біз қазіргі заман тілімен, немесе қазіргі заман тенденцияларынан алшақ кетпеуіміз керек. Бір ғана мысал, неге Нұрлан имам барлық әлеуметтік желіден жылы қабылданды? Өйткені оны жаңағы сіз айтқандай, мысалы қазір жақсы жаңалық естідім, бізде діни психологтардың айтты. Ол психологияны оқып келіп отыр. Сіз деген дінді психолог, мысалы, ол сонымен қатар дәстүр мен салттан ажырамайды ғой. Мәселе сода ғой. Көрдіңіз бе? Мен айтқым келіп отырғаны, бізде мысалы мешіттерде болсын, басқа жерлерде уағыз айтатын имамдарымыз бар, басқаларда бар. Бізге осы екінші элементті ұмытпауымыз керек. Ол тек қана дін жолында жүрмеу керек, немесе ол әрине дін жолында жүрген адам болғаннан кейін, бірақ уағыз айту немесе жаңағы дәріптеу кезде ол қоғамдық пікір, қоғамдық айнаны толыққанды жаңағы игерген адам болу керек. Өзіңіз айтпақшы, жаңа психологиясы болсын, салт дәстүрі болсын, басқа да. Өйткені ол бір жақты кеткеннен кейін көп жағдай менің ойымша, мен байқап отырған, мысалы, басқа да әлеуметтік желілерде тек қана Нұрлан емес, Нұрлан имамға ұқсас, бірақ бір бетті, бір бағытты жаңағы дінді түсіндіруші азаматтарымызда көбейіп отыр. Ол не деген сөз? Ол яғни олардың да өзінің аудиториясы бар, олардың да өзінің қабылдаушысы бар деген сөз. Сондықтан осы тұрғыдан алған кезде біз жаңағы тағы да айтқым келеді, дінді саясиландырудан алшақ болу үшін ең алдымен жаңа өздеріңіз айтқандай дінді мәдениет арқылы, дінді өркениеттік бір элементтер арқылы, дінді қоғамдық керек болса деңгейде жеткізу болу керек. Сол кезде ғана ол ертеңгі күні мысалы оны информация, ақпаратты қабылдайтын азамат оның мен соны ажырата білетін болады. Радикализмге кетпейтін болады. Елімізде дәстүрлі діндердің съезі өтеді. Сондықтан да мысалға елдің үлкен абыройлы азаматтары жиналатын сенат,
осы іске жауапты. Сондықтан да хатшылықтың төрағалығы сенаттың төрағасына сеніп тапсырылған сол ғой. Сонымен қатар бір айтайын дегенім, мысалға дін мәселесіне келгенде, мына қазақ Жұбан Молдағалиев айтқандай, мың өліп мың тірілген халықпыз ғой. Дін мен ділге берік халықпыз. Осы кезде біздің мықты ғалымдар шығып, қазақта қанша діннен ажыратам, мазһабтан ажыратам десем де ол ажырамайды деп бір дінде қалай тәмсіл шығара ма, ұйғарым шығара ма? Сондай шығару керек секілді. Өйткені мына жақтан өзіңіз айтқандай сан ғасырда қарап отырсақ, бізде бұл далада қай дін болған жоқ. Бұл далада қандай храм, қандай жаңағы баптистердің немесе басқа діндердің ағымдар болған жоқ. Солай ғой, қаншама қырғындар, соғыстар болды. Бірақ қазақ өзінің дінінде қалды, қазақ өзінің салтын өзгерткен жоқ. Рұқсат болса, мен маман ретінде айта кетейін. Осы қазірде өкінішке орай ғаламтор желісінде коммунилен дейді ғой, ерінбей кетіп бара жатқан кісінің бәрі дінге қатысты айта береді. Жоқ, енді айтайын да мен сізге ойымды жеткізейін. Енді Қазекең оймен мен келісемін. Бүгінде бұлай басымызды көтеріп, бойымызды түзеп айта аламыз, өзіміздің мамандар бар және жетерлік. Ғалымдар, PhD докторлар шет мемлекетте қорғап келіп, тіптен шет мемлекеттерде дәріс беріп жатқан қазақ жігіттері бар, келіп. Ал енді мен сізді жақсы түсінемін, жаңа жанайқайыңызды, бәлкім бір сарында кетіп жатқан жоқ па деген сияқты арасында насихатшылар бар деп жатсыз ғой. Жоқ, мен Қазақстан мұсылман діни басқармасында сарапшылардан бармын. Мен өзім қазір 3-ші томына кірісіп жатырмын. Дін және дәстүр деген сияқты дүниемен бұрынғы деңгеймен бүгінгі имамдардың деңгейін салыстыра алмайсыз. Яғни деңгей өсті, халықтың да деңгейі өсіп келе жатыр. Ақырын келе жатыр. Халықтың деңгейі өсті, одан бұрын жаңа айтып кетті, дұрыс айтып кетті. Шынымен де біз өркениеттер тоғысында тұрған ел ретінде, халық ретінде ол мәдениет қатар, бірлесіп қатар бейбіт өмір сүру мәдениеті жалпы халықта бар. Және де кез келген жасанды дүние 20 жылдай тұрмас еді. Демек 20 жыл бойы бұл жұмыс жасап, сұранысқа ие болып, барлығы келіп, мәселелерін алып кеп талқылап жатыр. Демек ол бұл халықтың өзінде де бойында да бар. Әйтпесе, жай ғана біз басшыларымыз олай шешіп жатса, бұндай ұзақ өміршең болмас еді. Яғни біздің сұранысқа ие деп жатсыз ғой, тыңдап жатыр. Демек, халықтың да сондай ақпаратқа деген сұранысы бар. Дәстүрмен байланыстыратын, ақылды, дінді, ақылменен, ғылымменен, психологиямен байланыстырып айтқанға, демек халық зәру, демек халқымыз ондай ақпаратты қабылдауға дайын болса, демек біздің халқымыздың бойында да бұл қатарласып бірге өмір сүру, толеранттылық мәдениеті бар деген сөз. Жасанды дүние ешқашан бұндай ұзақ өмір сүрмейді. Мен үшін бір ғана толғандыратын мәселе, енді ол барлықтарыңыз білесіздер, көріп жатсыздар, жастарға қатысты бұл мәселе. Жастар бізде қазір өскелең ұрпақ үшін, өскелең ұрпақтың ертеңгі күні білімді оң солын ажырататын, әсіресе тұрақты бола алатындай азаматтар өсу үшін ең біріншіден кез келген ақпарат тарату болсын, кез келген кешегі жаңа айтып отырған қандай да бір тәлімдер болсын, осы кезде осы жастардың, жаңағы мен бекер айтып отырған жоқпын, қазіргі таңдағы тенденция. Өйткені жастар тек әлеуметтік желіні қаншама ескермейді десек та, жастар миллиондап TikTokта отыр, жастар миллиондап Инстаграмда отыр. Жастар қазір ақпараттың барлығын нақ сол желіден алып отыр. Сондықтан осы тұрғыдан алған кезде олардың сұранысы, олардың ментальдігі, олардың көзқарасы, олардың қандай да бір қызығушылығын ескере отырып, дүниелер жасау керек қой. Міндетті түрде ол маңызды. Ереке, сізге қатысты ма? Бұл жерде бір мәселені айту керек, яғни біз тек қана барлығына позитивті тұрғыда емес, сонымен қатар алда бар сын қатерлерді де ескеруіміз керек. Яғни заман ағысына байланысты, мына ақпараттық мәселелерге байланысты өздеріңіз білесіздер, ақпаратта шектеу жоқ. Жаңадан сын қатерлер туындап жатыр. Осы жаңадан сын қатерлерге жауап беретін біз маман дайындауымыз керек. Осыны дайындау керек емес, дайындап жатырмыз деп айту керек. Жоқ, дайындап жатқан бір, бірақ та сіздер байқасаңыздар, күннен күнге мына ақпараттық ағым өзгеріп отырады. Яғни, мысалы, егер кешеуіл деп қамауымыз керек та, дәл айтқанда. Яғни, бүгінгіні, ертеңгіні біз болжай білуіміз керек. Сонда ғана ол мәселе шешіледі. Одан кейін дін мәселесі ол тек қана мына мәдениет басқа тұрғысынан емес, сонымен қатар мына әлеуметтік құбылыс ретінде қарай білуіміз керек. Өйткені білімге көңіл бөлуіміз керек біз. Әлеуметтік жағдайына, яғни ой өрісіне осының барлығы әсер етеді. Ол тек қана мысалы теологтардың жұмысы емес. Бұл жалпы жүйелі жұмысты қажет ететін мәселе. Қоғам болып атсалысуымыз керек. Ол тек қана мысалы дін істер комитетінің
мысалы қолынан келеді деген ол артық айтқан болу керек. Осы Сол себепті оны біз кешенді, яғни бірлесе жұмыс істеуіміз керек. шетелде көрсетіп жатады храмдарды, жаңағы жастардың өнерге баулып жатады, кәдімгі храмның ішінде. Мен өзім Англияда, мысалы Лондонда болдық, Парижде болдық, астында жаңағы асханалары болады, сүре салатын үйірмелері болады. Сол мысалға храмдардың түбінде, мысалы католик болсын, басқасы болсын да. Осы бізде де солай жастарды тартуға мүмкіндік бар ма? Әлде енді қанша дегенмен заман өзгерген соң оған мысалға сіз бейімделу деген де болу керек. мысалы саясаткер ретінде мысалға бұл кісілер жауап бермес. Мысалы Қазеке, сіз қалай ойлайсыз? Енді біз мына әлемде осындай съез өткізіп отырмыз. Біз әлемге өркениеттікті ұсынуымыз керек қой кей кезде, иә. Мысалы мешіттің ішінде жаңа сурет салатын. Мысалы қазір мешітте теле бағдарлама жасайтын студия бар, компьютерлік графика жасайды, мультфильм жасайды, газет шығарады, әртүрлі нәрсе. Енді соған жаңағындай басқа да қазақтың өнерін, мысалы би немесе сурет салу. Жоқ, енді ол жерде діни қандай да бір өзінің ерекшеліктері бар. Мысалы ислам дінінде кейбір заттарға тыйым қойылған деген сияқты. Бірақ менің ойымша тыйым ондай жақсы нәрсеге тыйым жоқ шығар деймін. сіз жаңағы сіздің ойыңыздан шыққан нәрсе, мысалы домбыра харам деп, иә, бір шулап алдық қоғам. Мұның барлығы неден шығып отыр? Менің ойымша, сіздің ойыңыздың негізі жалғасы бұл тіпті домбыра үйірмесін үйрететін. Неліктен сол діни ұйымды жасаса болады ғой. Діни мәселе діни орындарда емес. Мысалы, өте исламды қатты ұстанатын Түркияны алатын болсаңыз, мысалы Айя София ол туристік орталық, иә, ол жерге кіретін ешқандай не жоқ. Проблема жоқ. Иә, ешқандай проблема жоқ. Барып сен домбыранды шертіп отырсаң да бізде менің ойымша осы тыйымдық бір саясатты кішкене қайта қарау керек сияқты. Өйткені запретный плод сладық дейді ғой. Бізде тыйым салған сайын керісінше оған бір әсіре көңіл аудару, әсіре жаңағы кереғар іс-әрекеттер жасау деген өршитін сияқты. Енді ол мен жалпылама айтып отырмын. Өйткені қанша дегенімізде өзіміз салыстырып отырмыз. Англияны салыстырайық, тіпті Түркияны басқа елдер салыстырған өзінде біз көріп отырмыз. Өркениетті түрде оны туристік ошақ ретінде, жаңа өзіңіз айтқанша бір қандай мәдени ошақ ретінде қолдануға болады екен. Бірақ бізде оны олай мәселе істемегенде емес, ондайға бір дайынсыздықта бар сияқты. Ол үшін әуелі қоғам бір дайын болу керек сияқты. Қоғам ол діни жаңағы кез келген шіркеу болсын, мешіт болсын, оның қабылдауында ол тек қана ислам емес, бұл әлемдік өркениеттің белгісі ретінде қабылдайтын. Мысалы, неге Римға барсаңыз міндетті түрде Ватиканға кіріп, ана әлемдік өнерді көріп, 5 сағат жүресің ғой тамсанып. Қазірде енді мешіттерге кіріп, мына шетелден келген туристер қарап жатыр ғой, ол да қызығушылық туғызып жатыр. Бізде бірте осы мешіт орындары тек қана намаз оқып, басты сәжде көру емес, бұл мәдениетіміздің, өркениетімізді көрсететін бір мәдени ошағымызда болады деп ойлаймын. Қалай ойлайсыз сіз? Қазірдің өзінде Қазақстан сөйтіп қалыптасып келе жатыр ғой, яғни съездің өтуі, Рим папасының келуі, Алиасқар шейхінің былтыр келуі, бір-бірімен осы жерде құшақтасу, оның барлығы біздің ел осындай өркениеттің ортасында екенін білдіреді. Сонымен қатар енді мына шіркеу немесе басқа ғибадат орындарына келетін болсақ, ондай жұмыстар жүргізіліп жатыр. Бірақ та оған мысалы мемлекет біз араласпаймыз. Яғни әр дін өзінің шама шарқынша, өзінің ойынша жұмыс атқарылып жатыр. Енді сіздер көрсеңіздер, бір ғана мысал, Астана қаласындағы мешітке барсаңыздар, орталық мешітке туристерді көресіздер, иә. Бізге әртүрлі тіпті мемлекет басшылары келгенде де соны тамашалап көруге барады. Онымен қоса енді ол бертін келе, кейін алдыңғы замандарда алатын болсақ, мысалы Яссауи кесенесі қандай керемет, иә, Әмір Темір салдырған. Сонымен қатар олына тағымнандай сіз айтқандай діни туризм деген бар да, бұл жерде тек қана мысалы Отырар қаласында көне Ханаканың орны бар, иә. Сондай мәселелер көп, біз оны көрсете білуіміз керек, және де оны бір мәдениетті түрде дәріптеп, және осы мүмкіншілікті біз еліміздің мүмкіншілігі ретінде, руханиятына пайда келтіретін ретінде көрсете білуіміз керек. Бұл жағынан да жұмыс жасалу керек. О жағынан мен келсем, әлде болса бір мәселелер енді кешеуілдеп жатқан болу керек. Мемлекет тарапынан алғанда біз мысалға жаңағы мұсылман ел екенімізді жан-жақты паш еттік қой. Астанасына қарап елін таниды дейді ғой. Біздің Астананы әуежайдан кірсең де мұнарамыз тұр, мешіттеріміз. Қара тас жолмен келе жатсаң да, темір жолмен келсең де мешітіміз алдынан шыға, солай ғой енді. Дәл солай, иә. Енді осы жерде тағы толықтыра кететін. Біз енді мына үкімет, мемлекет тарапы
ақша шығарып оның бәрін жақсы істеп қойды. Енді діндарлар тарапынан осыны енді расында рухани ондай іс-шара жоқ емес, ізеттілік, ізгілік мәселесіне бұру керек. өзіңіз айтқандай орталық мешіттің өзінде де қазір арнайы дәстүр бөлмесі бар. Ол біздің білетініміз ғана. Қоян қолтық араласып жүрген мамандардың ол енді айтатын да көп шығар. Дәстүрлі мектеп, Иә, дәстүрлі арнайы бөлме, сол жерде таныстыратындығы бар. Қай мешітте? Мынау өзіміздің үлкен орталық мешітте. Орталық мешітте. Камера қарабайтыныз, шақырамыз, көріңіз. Сол жерде, иә. Кейін тағы не? Әрине, кей жағдайда имамдарымыздың қолы келте болып жатады. Біз жаңа айттық қой, көп нәрсе қазақ дана халық көп көтерсе жүк жеңіл дейді. Бәлкім расында осындай арнайы жаңағыдай мәдени мұра деген сияқты бір бағдарлама болу керек па, рухани жаңғыру деген сияқты бір бағдарлама болу керек па, соның аясынан қарастыру керек па, бәлкім сондай тетіктерін қарасақ, әрине ол уақытта дін мамандары міндетті түрде атсалысады оған. Бұл жерде айта кету керек, заңымызда онда ешқандай кедергі жоқ ондай айналысқанға, біріншіден. Сіз бәрін зерттейсіздер, қарайсыздар. Енді барлық діндерге ортақ мүмкіндік берген, барлық діндер тең деп заңда жазылып тұр. Және де мемлекет араласпайды, мемлекет оны қаржыландырмайды. Ол халықтың ақшасына, халықтан түскен, садақадан түскен, қайырымдылықтан түскен ақшаға салынуы енді. Мемлекет тарапынан емес, ол халықтың қайырымдылықтың енді қайырымдылық шарасының негізінде. Бірақ мемлекеттің дұрыс көзқарасы бар деп айту керек. Әрине, ол жер бөлу деген сияқты өзінің тағы да тетіктері бар ғой. Сондықтан оның да президентіміз, басқа елдің президентін ертіп апарып көрсетуі. Бұл жерде ескере кету керек, тек қана ислам емес, басқа да бізде діни 18 конфессия болатын болса, олардың барлығына бірдей жағдай жасалған. Және воскресный школа дегендері бар, ол жерде өздерінің жексенбілік мектептері бар, неше түрлі өздерінің сіз айтқан жаңа үйірме топтары жұмыс жасап жатыр. Ол бірақ екінші мәселе, ол діни уағызды мына жалпы бұқаралық ақпараттардан уағыз жүргізілмеу керек деген бізде заңымызда тұр. Олар өздерінің бұқаралық ақпарат құралдарынан, демек 18 конфессия өздерінің бақықтарынан ол не істеп жатқан жұмысы туралы әйгілелеп паш ете алады және шақыра алады да. Сондай бұл жерде жаңағы айтып кеттік, неше түрлі сын қатерлер, қауіптер бар деп, соның бәрін ескере отырып жасалған дүние. Соны да ескеру керек, өйткені өскелең ұрпақтың барлығы белі қатайып, жаңағы ғылыми дін туралы негізі зайырлы Қазақстанның алдыға қоятын мақсаты дін туралы өзінің дүние көзқарасын бастапқы кезде мектептен ғылыми негізделген білім алу, соны қадағалау. Әрі қарай ата-анасы егерде өзі мүдделі болса, әрі қарай жүргізе береді. Мысалға, совет заманында өмір сүріп дін әпейін деп коммунистік идеологияны дін қылды, бірақ 70 жылдан кейін ол мемлекет құлады, бір жылдың ішінде халық қайтадан өз дінін тауып алды. Ол жүректен бе, тәннен бе, ғасырдан келе жатқан космостық құбылыс па? Мен айтар едім, рұқсат берсеңіз, бәлкім қосыла жатар. Бұл негізі енді қазақ халқының өзінің тәлім және тәрбиесі. Ананың сүтімен беріледі дейді ғой. Бізде көзімізді тырнап ашқаннан тыйым сөздері бар. Мәселен, жаңа аяқталып кетеді қысқартып. Сол тыйым сөздер арқылы жаман болады, обал болады, сауап болады деген сияқты дүниелермен адамда бейім келеді. Кейін отырған уақытта да ол адам міндетті түрде анасы болсын, бісміллә дейді, тәйт дейді, қой дейді, жаман болады деген сияқтымен беріліп, соған дайын болып келетін сияқты. Діннің айтар жақсы жағын көбірек насихаттау керек, кері қойды қолдандырмай. Рахмет. Былтыр қазақ жеріне табаны тиген Рим папасы соғысты Құдай қолдамайды деген еді. Расында да кез келген дін ізгілікті ғана насихаттайды. Ал діннің туын теріс айналдыратын әрекет ететіндермен күресу, қоғамды ізгілік пен татулыққа үндеу сіз бен біздің мақсатымыз болу керек. Аман сау болыңыздар, бұл біздің мақсат.